Баршаңызға сәлем, менің есімім Айгүл. Бүгін мен сіздермен бір жасағаннан мінсіз болып шығатын сметаник пирогының рецептімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Каналдан алыстамаңыздар. Канал ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Олай болса, біз ең бірінші пирогқа қажетті пирогтың нанын дайындап алатын боламыз. Табағымызға бір жұмыртқамызды салып, оны шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Және де үстіне қантымызды саламыз. Қант ергенше біраз араластыруымыз қажет. Сәйкесінше бөлме температурасындағы сары майымызды, сонымен қатар ұнды, яғни разрыхлителмен араластырып саламыз. Барлығын қолымызбен жақсылап араластырамыз. Негізі осы пирогты морозильниктегі майды да үккіштің көмегімен пайдаланады, бірақ та маған осы ыңғайлы. Нанымызды илеп болды, олай болса салафанға салып, холодильникке қоя тұрамыз. Енді біз начинкасын дайындаймыз. Ол үшін сметана, жұмыртқа, кукурузный крахмал және де қант қажет болады. Осы пирогта ең мінсіз болып шығу үшін әсер ететін бізде сметананың ең жоғарғы пайызы, яғни 20-25%, одан кейін осы кукурузный крахмал жақсы әсерін тигізеді. Кукурузный крахмалды сіздер қосқан кезде ол деген жаңағы формасын ұстап тұрады, кескен кезде әдемі көрінетін болады. Олай болса, начинкасына сметанамызды табағымызға салып, үстіне жұмыртқамызды салып, және де қантымызбен кукурузный крахмалымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Миксермен араластырмаймыз. Миксермен араластыратын болсаңыздар, сіздердің начинкаларыңыз сүт болып кетуі мүмкін. Сондықтан да тек қана осы шанышқының көмегімен, онда да қатты емес, ақырындап отырып, жұмыртқасы араласқанша осылай араластырып аламыз. Жақсылап қатты да емес, орташа темппен араластыруымыз қажет. Осылай араластырып алғаннан кейін, міне түбінде жақсылап қасықпен араластырып алыңыздар, себебі қанттың барлығы түбіне жиналып қалуы мүмкін. Сондықтан да осылай жақсылап араластырып алғандарыңыз жөн. Біздің начинкамыз дайын болды. Енді қамырын жаямыз. Бұл жерде ең мінсіз болып шығатын сметаникқа әсер ететін бұл қамыры да болып келеді. Егер де қамырды сіздер жұқалап жаймасаңыздар, ол қамырда разрыхитель болғандықтан ол піскен кезде көтеріледі. Сондықтан да жаңағы піскен кезде, мысалы, сіз қазір 2 сантиметр қылдырып жайсаңыз, ол піскен кезде 4 сантиметр болып көтеріледі. Сіздің қамырыңыз нан болып қалады. Сондықтан да жұқа қылдырып жайғандарыңыз абзал. Сол кезде, піскен кезде сметаниктарыңыз өте әдемі көрінетін болады. Мінекей, біз формамызға салып алдық. Енді жан-жағын осылай қасықтың көмегімен реттеп әдемілейтін боламыз. Жан-жағын жөндеп алғаннан кейін ғана барып, үстіне біз салмамызды құятын боламыз. Енді 170-180 градуста 25-30 минуттай пісіреміз. Неге біздің сметанигіміз дайын болды. Кескен кезде міне әдемі көрінді. Сіздермен бірге болған Айгүл. Сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.